Қайырлы күн, ханымдар. Қалдарыңыз қалай? Жағдайларыңыз жақсы ма? Менің даусым шығып тұр ма? Маған өт тазалау курсы жайлы өте көп сұрақтар келіп жатыр. Дәл қазір сол себепті мен прямой эфирға шығып, сіздерге толық түсіндіріп берейін дедім. Егер сұрақтарыңыз болса, мына жерде астына жаза берсеңіздер болады. Қош келіпсіздер. Мен даусым шығып тұр ма, ханымдар? Айтып жіберсеңіздер, егер барлығы жақсы болса, мен қазір қысқа да нұсқа сіздерге толық түсіндіріп бергім келіп отыр. Жалпы кімдер қатыса алады, не үшін қатысады, егер өт тазалау курсына қатыссақ бізде қандай өзгерістер болады, дәл қазір оның белгілері қандай, соның барлығын қазір айтып бергім келіп отыр сіздерге. Естіліп тұр ма даусым? Айтып жүрсеңіздер. Жақсы. Өте қуаныштымын. Барлығы естіліп тұрған болса, егер сіздерге өт тазалау, жалпы өттің жұмысы, өт қалай жүреді, қызық болса, онда соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ал егер жоқ, қызық болмайтын болса, онда шығып кетсеңіздер болады. Жалпы біз не үшін өт тазалауымыз қажет? Не үшін өт тазалауымыз қажет? Көп жағдайда бізде мынандай проблемалар бар. Болады ма сіздерде тамақ жеп аласыздар, тамақ жеп алған соң, мына оң жақ қабырғаның асты ауырады. Прям оң жақ қабырғаның асты ауырады. Болады ма сонда сіздерде? Кәдімгідей бір анандай шыдатпай ауыратын кездер болады. Немесе ауырлық. Мына көкіректің асты бар ғой, сол жерде бір ауырлық, сондай чувство болады. Немесе түйіліп қалғандай болады. Тамақ жегеннен кейін іштеріңіз ісіп кететін жағдайлар болады ма? Сондай жағдайларда, көп жағдайда бізде өт бұзылысының белгілері болып жатады. Дейді. Қараңыздар, бізде қандай белгілер болуы мүмкін? Бірінші белгі әрине ол оң жақ қабырғамыздың астының түйіліп ауыруы. Ол сіз бір тамақ жегеннен ол қоя салмайды да, біраз уақыт тамақ жемей жүрген кезде. Ол бір күнде ғана қоя салмайтын нәрсе, ол ұзақ айлар бойы солай болуы мүмкін. Немесе бір ауырып 2-3 күннен кейін қайталануы мүмкін, немесе бір майлы тамақ жеп қойған кезде қайтадан сол жаңағы сізде дискомфорт пайда болуы мүмкін. Сондай ол бірінші себеп болып саналады. Өттің бұзылысы. Либо сізде өт толған болуы мүмкін, өтіңізде тас болуы мүмкін, немесе өтте застой деп айтып жатамыз мүмкін, өтіңіз қисайған болуы мүмкін, загиб деп айтамыз, Оның барлығын қалай біз білеміз? Оны әрине УЗИ арқылы біз білеміз. Егер УЗИ түскен болсаңыздар, УЗИ брюшной полости деп айтамыз, түскен болсаңыздар, маған жекеге жіберіп көрсетсеңіздер болады. Менде өт толған ба, немесе өтімде проблема бар ма, өтте тас болса қанша миллиметр, Көп жағдайда, егер өтте алдағы уақытта қазір айтатын боламын, бірінші давайте белгілеріне келейік. Белгілері біріншісі беттегі дақтар. Және де әжімдер, құрғақ тері, табан жарылуы, ол бірінші белгілер болып саналады. Яғни беттегі дақтар, қазір байқасаңыздар, адамдардың жасы келген сайын осы жерлерінде майда қоңыр дақтар пайда болады, даже беттерінде де пайда болуы мүмкін. Дәл осындай сізде көрініс болатын болса, онда міндетті түрде УЗИ жасап бір тексеріп алсаңыз болады өз өтіңіздің жұмысын. Келесі, былай біткен кезде, ханымдар, мына жерінде прям кіріп кететіндей әжім пайда болады. Біткен кезде прям кіріп кететіндей әжім пайда болады мына жерінде. Егер сондай жағдай болатын болса да, демек сізде өтіңізде проблема бар деген сөз. Одан соң былай жасайды ғой, былай жасаған кезде мына жерінде де кіріп кететін әжімдер пайда болады. Сіздер ойламаңыздар, ол жасы келді ғой, 60-тан асты ғой, 40-тан асты ғой. Ондай жағдай болса да, адамның өті толған проблемаларының бір белгісі болып саналады, ханымдар. Одан соң терінің құрғақтығы. Тері құрғақ болғанда біз қалай байқаймыз? Бізде табанымыз жарылып кетіп жатады, теріні былай ұстаған кезде, былай мыжайсыздар ғой, мыжыған кезде қайтадан қалпына келмей қалады, былай тұрып қалады. Байқасаңыздар, былай тұрып қалады. Өздеріңіздің қолдарыңызды көріңіздер, былай ұстайсыздар ғой, сол кезде мына жерде тері сәл болсын тұрады да, сосын қайтадан жайылып кетеді. И байқасаңыздар, мына жерде қандай да бір белгі ағарып, бозарып тұрады осы жерлер. Егер байқасаңыздар, сондай да белгілер болады. Егер өт толған болса, немесе өтте застой, тас, өтпен проблема болатын болса, сондай проблемалар болады. Одан соң терінің, табанның жарылуы деп айтамыз ғой, табанның жарылуының тағы да бір себебі табан ғана емес, көп жағдайда тырнақтың, қолдың мына жерлері жарылып кетеді ғой. Сіздерге көріне ме? Осы жерлер жарылып кетіп жатады, осы жерлері бір жұмыс жасап жатқан кезде, ыдыс жуып жатқан кезде де жарылып кетіп жатады.
көп жағдайда оның бірден бір себебі, егер қолыңыз осылай жарылып кететін болса, ол жаңағы сіздің жуып жатқан, мысалы ыдыс жуатын болсаңыз, химияңызға непереносимость, аллергия болуы мүмкін. Ал екінші жағдай сіздің асқазаныңызда паразит, яғни ішектеріңізде паразиттардың көлемі, яғни әрбір адамда паразит болады ғой, бірақ именно сіздің жаңағы ішегіңізде паразиттердің деңгейі көтеріліп кеткен, көбейіп кеткен деген мағынаны білдіреді ханымдар. Табаны жарылып жүрген адамдар, көп жағдайда мына ораза ұстайтын адамдар, жаңағы намаз оқитын адамдар деп айтамыз, иә. Табаны жарылған кезде не істейді? Крем жағып қояды, иә. Жаңағы ылғалды болып тұру үшін крем жағып қояды. Ал сіз қайта-қайта дәрет алғанда, оны крем жуылып кетеді. Дискомфорт пайда болады адамда, қайта-қайта ол жерге крем жағып, қайтадан дәрет алған кезде жуып жүру дискомфорт. Оның бірден бір себебі паразит болуы мүмкін, немесе өтіңіз толған болуы мүмкін. Тоже өзі түсіп байқап көрсеңіз болады. Келесі себеп, ханымдар, іш кебу, іш қату. Запыран, жаңағы мына жерде адам құсқысы келіп, запыран құсқанның өзінде де запыран құсады қайта-қайта. Иә, және де мына бауырдың жаңағы өтте, иногда кей адамдарда өтте тас болатын болса, приступ береді. Егер сондай ситуация болатын болса, ношпаны ішіп қана жүретін болсаңыздар, уже біліңіздер, то, что сіздерде өтте проблема бар деген сөз. Одан соң іш кебуі. Іш кебу деген сіздерде жаңағы ауаның шығуы, иә, астымыздан ауаның шығуы. Бірақ шыққанда да қалай иісі бар, иә, иісі қатты иісі де байқалынады, мысалы да, сондай болуы мүмкін. Немесе мына жерде іштің қатуы, мысалы былай түсіндірейін, иә, көп жағдайда қандай да іш қатады, когда сіздер дұрыс емес тамақтанған кезде іштеріңіз қатып жатады, иә. Бірақ бұл себеп, мысалы дұрыс тамақтанасыз, бірақ сонда да сіздің ішіңіз қататын жағдайлар болады. Бір айлап, жаңағы бір апталап ішіңіз қатып зорға дейін, мысалы үлкен дәретке шығасыз, иә, одан соң дұрыс тамақтанып жүрсеңіз де сізде іш қату тоқтаған жоқ. Мысалы смузилар ішесіз, тағы да бір нәрсе істейсіз, ішті жүргізу мақсатында дәрілер ішесіз, иә. Оны тоқтатқан кезде қайтадан осы проблема қайталану беруі, яғни бір рет қана болып қана кетсе, ол жақсы да, ол қалыпты. Ал жоқ, постоянно сізде осындай проблема болатын болса, іш қату, демек сізде өттің жұмысында проблема бар деген сөз. Тоже УЗИ жасап көрсеңіздер болады. Одан соң мына жерде келесі тесік, ішек, бауыр май басуы, иә, бүйректе құм жиналуы. Бұның барлығының себебі, ханымдар, бізде өттің жұмысы дұрыс емес. Бауырдың май басуы не үшін? Өйткені зиянды холестериндердің деңгейі көбейіп кетеді. Ол қай кезде көбейіп кетеді? Ол когда сіздің жеген тамағыңыз дұрыс сіңбеген кезде, иә, асқазаннан өтіп, жаңағы аш ішекке барып, одан соң тоқ ішекке барып, тік ішекпен өтіп кетеді ғой. Вот сол процестің барлығында жеген тамақтарымыздың қалдықтары қалып кетіп жатады. иә, сол қалып кеткеннен соң ол не болады? Ол жерде жаңағы шлактар көбейеді, үймелейді деген сияқты құрттар, иә, мысалы, сол көлемі көбейген сайын сіздерде осындай проблема болып жатады. Жаңағы зиянды холестериндар бізге қанға өтіп, қан жолдарында тұрып қалады, иә. Біздің ол зиянды холестериндар, когда сіз дұрыс тамақтанғанмен тамағыңыз толыққанды шығып кетпегендіктен, жаңа сіңіп толыққанды переработка болмағандықтан, метаболизм дұрыс жұмыс жасамағандықтан сіздерде осындай проблемалар болып жатады да. Сіздерде жаңағы айтып жатамыз ғой, бауырда холестерин немесе қандардың жолдарында, қан тамырларда дугообразный осындай холестериндар тұрады, зиянды майлар деп айтамыз, иә. Сол кезде бізде жүрекпен де проблема болып жатады. Инфаркт, инсульт деп айтып жатамыз. Яғни ол қандай жағдай? Инфаркт мысалы біздің жүрегіміздің бір частінің анеметик, жансызданып қалуы, иә, какой-то бір клеткасының бірнеше клеткасының жансызданып қалуы. Сондай кезде инфаркт болады, мысалы, иә. Дұрыс ауа жетпейді, дұрыс қан бармайды, мысалы, иә. Вот оның барлығы біздің қан тамырларда тұрып қалған зиянды холестериндар сол ауаны, қанды дұрыс жеткізбейді жүрекке. Сол бідеп тастайды, енді жолдарын. Сондай жағдайларда да болып жатады. Оның барлығы жаңағы айналып келгенде өт өзінің жұмысын дұрыс атқармады. Сол себепті де сіздерде осындай проблемалар болып жатыр. Жаңағы айтып жатқан бауырдағы цирроз, бауырдың май басуы, холецистит деп айтып жатамыз, иә. Бұның барлығы біздің өтіміздің жұмысына келіп тіреледі, ханымдар. Сұрақтарыңызды сіздер жаза беріңіздер, иә. Мен қазір мына жерде оқып алайын.
бірінші толыққанды сіздерге түсіндіріп берейін. Одан соң бүйректегі құм, бүйректегі яғни зәр, зәріміз осы бүйрек арқылы тазаланып шығады ғой. Енді кіші дәретке мысалы шыққан кезде де кей жағдайда адамдарда ісіну процесі болып жатады. Түнде көп су ішіп қойса да, немесе күндіз көп су ішіп қойса да, келесі күні ісіп, беттері ісіп, көздері ісіп, денелері ісік, әрдайым жүкті болған кезде де денелері, аяқтары ісіп кетіп жатады. Бұның барлығы не норма, қыздар? Бұның барлығы дұрыс деп есептелінбейді. Қалыпты жағдайда егер ас қорыту процесі дұрыс жұмыс жасайтын болса, толыққанды ішкен суыңыз толыққанды шығуы қажет. Бір күнде мысалы сіздің салмағыңызға байланысты 2 литр су ішу қажет болса, сол шығуы қажет. Біздің ағзамыз 80% мысалы судан тұратын болса, сол су дұрыс алмасып отыру қажет, судың деңгейі. Біздің лимфаларымыздың жұмысы мысалы, егер оның барлығы дұрыс жұмыс жасамайтын болса, әрине біздің бүйрегімізге нагрузка болып саналады. Бүйректе құм пайда болады. Сол себепті де егер сіздерде осында бүйрекпен проблема, бүйрегім ауырып жатыр деп айтады, қазір 2-1 бүйрегі ауырады, просто алыңыздар да УЗИ жасаңыздаршы, брюшной полости, бүйректі тексересіздер, бауырды тексересіздер, асқазанды тексересіздер, көк бауыр деп айтып жатамыз, бүйрек үсті безін тексересіздер. Одан соң мына жерде ұйқы безі бар, оның барлығын сіздерге тексеріп береді. Bir жасап көріңіздер міндетті түрде. Келесі ханымдар, ұйқы безінің жұмысын жаңа айттым ғой. Ұйқы безі бізде қандай функция атқарады? Ұйқы безінде біздің ағзамызға қажетті ферменттер бөлінеді. Яғни ұйқы без, өт жолы, мысалы өт бөлінген кезде өт жолымен біздің ұйқы безімізге барады. Ұйқы безіміз арқылы 12 ішекке түседі. Сол кезде ұйқы безінен бізде амилаза, липаза, тағы да бірнеше ферменттер бөлінеді. Яғни әр ферменттің өзінің атқаратын қызметі бар. Бір фермент мысалы біздің жеген тамағымыздағы көмірсуларды қорыты, яғни қанға жібереді пайдалы дәрумендерді. Ал мысалы екінші фермент бар, ол біздің жеген тамағымыздағы ақуыздардың ішіндегі аминокислоталарды мысалы қанға жібереді. Келесі фермент мысалы жеген тамағымыздағы пайдалы майларды қанға жібереді деген сияқты дәрумендердің барлығын осылай бөліп отыратын, расщеплять ететін осы біздің ферменттер болып саналады. Ал егер сіздің ұйқы безіңіз дұрыс жұмыс жасамайтын болса, өт бөлінген кезде, өт жолы арқылы ұйқы безіне түскен кезде, сол ферменттермен бірге 12 ішекке өткен кезде, мысалы барлығы толыққанды қорытылады 12 ішекте, ары қарай мысалы аш ішек, тоқ ішек, тік ішек деген сияқты осылай барлығы дәрумендердің барлығы осылай біздің ағзамызға барады, расщепляция етеді. Ал сіздің өтіңіз ұйқы безіне бармаған кезде, мысалы, ол кезде уже не болады? Дисфункция болады. Дұрыс ферменттер біздің 12 ішекке түспеді. Сол себепті де дұрыс тамақ қорытылмады. Ішектерде әрбір жерлерінде қалып кетті. Тамақтар ол жерде не істейді? Шіриді. Ол жерде токсиндар пайда болады, шлактар пайда болады. Ол шлактарға үймелейді, паразиттар үймелейді. Сол шлактарға, токсиндарға, Токсиндар деп отырғанымызда сол паразиттардың өліктері ғой, енді үймелейді. Ал сол үймелеген асқазанға мысалы түскен тамақтың барлығы сол жерде тұрып қалса да, сол жерде де үймелейді. Одан соң тесік пайда болады сізде. Байқайсыздар ма? Асқазанның тесігі, ішек тесігі, тесік ішек деп жатады. Сондай жағдай болған кезде уже ойлай беріңіздер, то что сіздердің жеп жатқан тамақтарыңыз сіздің ішектеріңіз арқылы біздің қанға дұрыс жетпейді. Пайдалы дәрумендер дұрыс жетпейді. Сол себепті не істейді? Пробиотик беріп жатады, балаларына. Ішек функциясын дисбактериоз болған кезде, антибиотик ішкен кезде, егер сіздер пробиотик бермейтін болсаңыздар, мысалы, сіздерде не болады? Сіздерде іш өтіп кетуі мүмкін, кей жағдайда іш қатып қалуы мүмкін. Сондай жағдайлар көп болып жатады. Соның барлығын алдын алу мақсатында да, егер сіздерде осындай проблемалар болатын болса, демек сізде өт жұмысының бұзылысы болып саналады. Түсінікті ма? Түсіндіре алдым ба? Өт жоқ болған жағдайда не істеу керек дейді. Ханымдар, өт жоқ болса да сіздер қатысасыздар бұл курсқа. Өйткені сізде өт жоқ емес, өт қалташасы жоқ. Өйткені бауырдан постоянно өт бөлініп тұрады. Ол өт жолы бар ғой, өт жолында. Яғни қалташаға түспейді, ары қарай өт жолымен барып, ұйқы безі арқылы 12 ішекке түсе береді. Түсінікті ме, ханымдар? Сол себепті де оның ешқандай ол сіздерге проблема болмау керек. Так, келесі сұрақ бар ма осы жерде, ханымдар? Одан соң, ханымдар, серотонин гормон туралы тағы айтқым келіп отыр. Қазір сұрақтарыңызды бір көріп шығайын, Так.
Жоқ, сұрақтар жоқ сияқты. Серотонин гормоны қай кезде бөлінеді? Серотонин гормоны біз ұйықтап жатқан кезде бөлінеді. Яғни ол как мелатонин сияқты ғой, мелатонин, серотонин, олар түнде ұйықтап жатқан кезімізде бөлінеді. Ал егер ол дұрыс бөлінбейтін болса, бірден біздің күні бойы сергек жүруімізге әсер етеді. Күні бойы энергияға толып жүруімізге әсер етеді. Яғни біз егер сол серотонин дұрыс бөлінбесе, көбінесе ол қандай жағдайда болады? Көбінесе ол мына біздің түнгісімен жұмыс жасайтын адамдар болады ғой. Вот соларда көп кездеседі. Бүйрек үсті безімен проблемалары бар. Надпочечник деп айтып жатамыз, бүйрек үсті безімен проблема болатын болса, онда сізде шаршау, әрдайым стресста жүру, өзіңізді әлсіз сезіну, до того ағзаны отырғызып тастағансызда, бүйрек үсті безіне нагрузканы түсіріп тастағансыз, сіздің серотонин дұрыс бөлінбейді. Сол себепті де сізде ағзада дисбаланс пайда болады. Яғни сау адамда мысалы барлығы дұрыс жұмыс жасау керек қой. Мысалы өте дұрыс бөліну керек, детокс процесс дұрыс жұмыс жасау керек. Асқазанда мысалы асқазанға түскен тамақ аш ішекке барып, тоқ ішекке барып, мысалы тік ішекпен шығып кетуі қажет. Қорытылып, дұрыс ден сау адамның функциялары осында. Ешқандай әлсіздік болмау керек, анемия болмау керек, бас айналмау керек, көз жақсы көру керек, шашы мықты болу керек, тырнағы мықты мықты болу керек, мысалы, тырнақ сынбау керек деген сияқты. Ал тері мысалы жұмсақ болу керек, әдемі болу керек, нежный болып, жұмсақ болу керек баланың терісінде. Осы функциялардың барлығын біз өзіміз тамақпен құртып аламыз, ханымдар. Тамақты дұрыс жемейміз, ұйқыны дұрыс ұйықтамаймыз. Одан соң, мысалы, суды дұрыс ішпейміз, пайдалы майларды қолданбаймыз, оның барлығы әсер етеді біздің күнделікті Алланың бізге берген дұрыс функцияларын бұзып алып жатамыз. Ұйқы безімен проблема болады, қалқанша безімен проблема болады, салмақтың қосып алу, немесе салмақтың керісінше қоса алмауы, оның барлығы егер біз дұрыс режиммен жүретін болсақ, оның барлығын реттеуге болады. Тіптен, ханымдар, көп жағдайда эндокринологтар эутирокс назначить етеді ғой, қалқанша безіне, А вот сол кезде сіз байқаңызшы, сізде мүмкін дефицит дәрументерге бар шығар. Қарапайым дәрумен тапсырып көріңіз. Егер сізде дефицит болатын болса, сізде қалқанша безімен проблема ол постоянно болады. Сіз бірінші реттеңіз, дәрумен толтырыңыз, мысалы, немесе анемия болуы мүмкін. Анемияны қалыпқа келтіріңіз, сізде щитовидкамен проблема өзі жойылып кетеді. Сіз эутирокс ішпесеңіз де жойылып кетеді, ханымдар. Ал эутироксты дәрігер эндокринолог сіздің гормон қалқанша безімен проблема болғанын көріп тұрған соң сізге тағайындап жатады. Сол себепті де тек қана бір жақты қарамау керек, жан жақты қарауымыз қажет. Тек қана эутирокс екен, эутирокс іштем, қазір жазылып кетем, қалағанымды жеймін, қалаған кезімде ұйықтаймын, қалаған кезімде су ішемін деген нәрсе болмау керек. Жан жақты болу керек. Дұрыс салауатты өмір салты, мен өзім салауатты өмір салты дәрігерімін ғой. Өзім 7-ші поликлиникада жұмыс жасаймын, ханымдар. Бірақ қазір мен декреттемін, үйде отырмын. Сонда да сол жерде де көп бізге келетін проблемалар ол қант диабеті. Қант диабетімен келеді, жүрекпен инсульт, инфаркт, жүрекпен жүрек аурулары. Оның барлығының себебіне әрине ол ожирение, салмақ қосып алу, Не үшін сіз салмақ қосасыз? Не үшін сіздің ағзаңыз дұрыс жұмыс жасамайды? Өйткені жаңағы правилалардың барлығын ұстанбағаннан. Қант диабетінің бірінші тип, екінші тип, ол жерде көп, прям жас балаларда да бар да ондай проблема. Олаңызшы, бұрын ондай бір 40-50 жаста болатын болса, дәл қазір 20, даже кішкентай балаларда да бар проблемалар ондай. Өт қисаюы, өт толған деген не сұмдық, мысалы, кішкентай балада өт толған деген. Уже, сондай проблема болып жатыр. Соның барлығын біз өзіміз ата-ана болатын болсаңыз, өз балаңыздың тамақтануына назар аударыңыз, ұйқысына назар аударыңыз, қимыл қозғалысына назар аударыңыз, жүріп тұрысына назар аударыңыз, шамаңыз келгенше. Мен айтып жатқан жоқпын, таңнан кешке дейін үйде отыр да бақыла деп. Жоқ. Сіз өзіңіз шамаңыз келгенше жасаңыз, қалғанын Аллаға тапсырыңыз, орындайды. Алла өзі реттеп береді, Түсінікті, мына жерде сұрақтарды тағы бір көріп шығайын. Сәлематсыз ба дейді. Өттің жұмысын реттеу үшін қалай тамақтану керек, немен емдеу керек, табиғи жолмен химия қолданбай дейді. Ханымдар, өттің жолын біз пайдалмай қолдану арқылы, дұрыс тамақтану арқылы, яғни ағзамызға қажетті дәрумендерге бай тағамдар арқылы біз реттей аламыз өттің жұмысын. Бірақ өтте загиб болады, оны загибті сіз қалай білесіз? УЗИ арқылы білесіз. Кей жағдайларда загиб туғаннан пайда болады, өзі солай туылады. Кей адамдар, мысалы, кей адамдарда ол
жүре келе жаңағы ауыр нәрсе көтергеннен немесе бір қимыл қозғалысты дұрыс жасамағаннан әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Мысалы жүкті болған кезде жаңағы баланың несі де әсер етуі мүмкін да, мысалы көтеріп жүресіз да, салмақ әсер етуі мүмкін. Ал сіз сол кезде УЗИ-ға барған кезде, егер сізге загиб дейтін болса, қайта барып бірнеше позада түсіп көрсеңіз болады. Мүмкін ол қалпына келетін загиб шығар, жаңағы өмір сүре келе пайда болған загиб шығар да, оны қалыпқа келтіруге болады. Ал туа біткен загибтарды оны қалыпқа келтіруге болмайды, ол солай қалай бар, солай тұрады, оны өзгерте алмайсыз. Түсінікті, ханымдар? Так, егер осындай проблемалар болатын болса сіздерде, ханымдар емес, жалпы қатысушылар деп айтайын ба, көрермендер деп айтайын, егер сізде сондай проблемалар болатын болса, онда міндетті түрде сізге бұл курс өте тиімді, пайдалы болып келеді. Енді қараңыздар, іш қату. Жалпы біздің мына жерде ішегіміз қалай болуы қажет? Қалыпты ішегіміз, мінекей бірінші суретті көріп тұрған болсаңыздар, дәл осындай қалыпта болуы керек. Ал қатқан запор болатын болса, мінекей сіздердің каловый массаларыңызды көріп тұрсыздар ма? Мына дөңгелектерде тұр. Дәл солай бір жерде тұрып қалады. Яғни қалай? Яғни өт дұрыс жұмыс атқармады, өт дұрыс мысалы бауыр дұрыс өт бөлмеді, ол біздің ішектерімізге дұрыс жетпеді, дұрыс фермент дұрыс жұмыс жасамады ұйқы безімен. Одан соң келеді, осылай тамақтар толыққанды сыртқа шыға алмай қалады, қалып кетеді. Осылай қалып кетеді, сол жерде шлактар, токсиндар үймелейді. Каловый массада жидкость кеткен сайын, су нормасын дұрыс орындамайтын болсаңыз, каловый массада су кеткен сайын ол қатая береді. Одан соң бірнеше күннен соң сіз байқасаңыз, үлкен дәретке шығатын болсаңыз, қиналып шығасыз, өйткені ішектер осылай созылады. Түсінікті ме? Ішектер осылай созылады. Сол кезде даже ішектерің сыртқа шығып кетуі мүмкін. Бастапқыда ол қатты болып шығады, ары қарай ол жұмсақ, жидкості бар қалдар шығады. Ал егер сізде осындай проблема болатын болса, оны міндетті түрде өт тазалау арқылы, сіз өт жолдарын тазалау арқылы, өтті дұрыс бөлу арқылы сіз бұл проблеманың шешімін таба аласыз. Бұл түсінікті, сұрақтарыңыз болса жаза беріңіздер. Бұл түсінікті. Енді келесі. Қараңыздар. Тесік ішек деп айтып жатамыз, Тесік ішек не үшін пайда болады? Тағы да бір сіздерге түсіндіріп өтейін. Тесік ішек біздің дұрыс емес тамақтануымыздан. Сіз мысалы пайдалмай тамақтанбайсыз, сіз арықтағыңыз келіп жатыр, дұрыс емес тамақтандыңыз, мысалы тек қана коктейль іштіңіз, тек қана дәрі іштіңіз, мүмкін да, немесе тағы да бір шөптер іштіңіз, бірақ сіздің ағзаңызға қажетті пайдалы майлар барған жоқ. Пайдалы майларды сіз тұтынбадыңыз. Одан соң сіздің жеген тамағыңыздан асқазанда тұр, мысалы асқазанға өт дұрыс бөлінбеді. Өт қай кезде бөлінеді? Когда сіз пайдалы май жесеңіз, сіздің жақсы бөлінеді. Ол жоқ, рационда тек қана суға піскен, буға піскен тамақ қана. Мына жерде тамақтар тұр. Тамақтар тұрда, ол расщепляться ету үшін сізге өт керек. Ол жоқ. Дұрыс қорытылмады. Одан соң бірнеше қорытылды да, бірнеше осылай тұрып қалды. Тамақтарыңыз іртік болып бір жерлерінде тұрып қалды асқазанның. Ол қайтадан ол жерде үймелейді, паразиттар. Одан соң ол жерде паразит үймелеген соң ол тесіп шығады, дұрыс па? Бір жерде тесіп шығады. Осылай жара пайда болып жатады, язва пайда болып жатады. Оның барлығы бізде су нормасын дұрыс орындамау, тамақты дұрыс ішпеу, күнделікті дұрыс ұйқы жоқ, ас қорыту процесі дұрыс жұмыс жасамады. Сондықтан осындай проблемалар пайда болып жатыр. Түсінікті, Сол үшін де не істейміз? Міндетті түрде өт тазалау курсында сіздерге толыққанды түсіндіретін боламын. Ал жоқ қатыспаймын десеңіздер, онда өздеріңіздің еріктеріңізде меню бойынша дұрыс тамақтану арқылы, ұйқыны реттеу арқылы, егер сіздерде өттеріңізде тас болатын болса, онда міндетті түрде препараттар ішу қажет болады. Мен өзім сіздерге қалай жүретінін қазір түсіндірем, бірақ мына тесік ішек болған кезде де адамда паразит бар деген сөз. Яғни өт тазалау курсында сіздер паразиттан да құтыла аласыздар. Бірақ паразиттан арылған кезде өзінің паразиттан құтылу үшін де препараттар бар, ханымдар. Оларды да ішу қажет болады. Түсінікті ма? Бірақ егер оны ішпейтін болсаңыз, паразиттардың мысалы денесі кеткенмен басы қалып кетеді. Сіз постоянно 2-3 ай бойы режимді, яғни емдік менюді ұстануыңыз қажет болады. Сонда ғана сіз толыққанды айыға аласыз бұл проблемамен. Бірақ препараттар міндетті түрде сіздерге беріледі, шамаларыңыз келгенше алу қажет болады.
білесіздер, препаратсыз жай ғана тамақпен толыққанды құтылу өте қиын. Сәлеметсіз бе, менде өтімде 1,8 тас бар екен, дәрілермен кете ма, жоқ операция ма дейді. Сіз хирургқа барып консультация алуыңыз керек, разрешение на тюбаж. Негізі 2 миллиметрға дейін біздің жаңағы өт жолында ол тұрып қалу қаупі негізі жоқ деп айтсақ та болады. Ал одан жоғары болатын болса, онда өт қалташасын сақтап қалу арқылы өт тастарын алдыруға болады, ханымдар. Іздеп көрсеңіздер болады сонда хирургтарды. Енді келесі, ханымдар. Мінеки, сіздерге мына адамның суретін көрсетіп жатырмын. Не үшін? Чтобы қалай ол жүреді, өт қалай ол бөлінеді, сіздерге көрсету мақсатында. Мінеки, мына жерде тамақ аузымыздан кетті. Тамақ мына жерге барды, одан соң былай ішімізге барып, гортань деп айтамыз ғой, сол арқылы өтіп, біздің асқазанымызға түседі. Асқазанымызда, бер жағында бауырды қарасаңыздар, мына бауыр тұр, сол жерде асқазанымызға, мысалы, су іштік дейік, су іштік, сигнал келді, бауырға сигнал келді, асқазанымызға тамақ түсті. Енді осы бауыр не істейді? Өт бөледі. Өт бөледі, мына жерде бауырдың астында сәл төмендеу өт қалташасы тұрады. Өтті сояққа жібереді. Одан соң өті жоқ адамдар, өтін алдырып тастаған адамдар тіке жаңағы жерден ұйқы безіне барады. Одан соң 12 ішекке түседі. Тамақ жайлап барады, біздің аш ішегімізге түседі. Көріп тұрсыздар, мына жерде асқазан астында аш ішек тұр. Ұзын ол аш ішек, ханымдар. Аш ішекке барады. Поэтапна барады ғой енді. Сол жерде бізде өт жүреді, өт жаңағы біздің асқазанымызда, ханымдар, егер сіздерде асқазаныңыздың щелочная среда деп айтып жатамыз ғой, олның өзі дұрыс болмайтын болса, сіздерде сол жерде де паразиттер көбейіп кетеді. Сол себепті де мен қосымша сіздерге препараттарды беретін болам. Қатты қымбат емес, ханымдар, қатты қымбат емес, қарапайым аптекадан алуға, ішуге болады. Біз сол арқылы асқазанның шырышты қабатын, яғни асқазанның функциясын ретке келтіре аламыз. Асқазанның средасын, ортасын ретке келтіре аламыз. Одан соң біздің аш ішекке барған тамақ жаңағы өтпен бірге толыққанды ферменттермен бірге барлығы біздің қанға барады. Қалған қалдықтар осы аш ішек арқылы тоқ ішекке барады. Міне дәу көріп тұрсыздар ғой, тоқ ішек, рамка сияқты болып тұр. Вот сол тоқ ішекке барады. Сол тоқ ішек арқылы жаңағы каловый массалар сол жерде пайда болады, ханымдар. Жүріп, жаңағы егер сусыздану болатын болса, сол жерлерде қатып қалады жаңағы каловый массалар, су аз болған кезде. Ал су нормамен болатын болса, онда солай жүріп, тік ішекпен шығып кетеді сыртқа қарай. Түсінікті ме? Осылай біздің функция, біздің жеген тамағымыз осылай шығып кетеді. Яғни әрбір тамақ қорытылу мерзімі әрқалай. Сорпалар мысалы 1,5-2 сағатта, 1,5 сағатқа да жетпейді, бір 40-50 минуттың ішінде қорытылып кетеді. 20 минуттан 40-50 минутқа дейін қорытылып кетеді. Ал шырындар біздің ағзамызға, яғни қантқа көбінесе 1 сағаттан жоғары уақытта қорытылады. Яғни ойлаңызшы, сіз жай ғана сорпа ішсеңіз, сіздің ағзаңызда тезірек қорытылады, чем әртүрлі шырындар ішкеннен қарағанда. Яғни фрукты, овощи, фруктылардан айтатын болсақ, ягоды мысалы да. Сол себепті де біздің пайдалы біздің ағзамызға қайсысы, когда біздің ағзамызда тез қорытылатын тамақтар болған кезде. Түсінікті ме? Ал қанты бар тамақ ол долго, ұзақ қорытылады. Так, сұрақтарыңыз. Мінеке, енді қараңыздар, өт жолын мен сізге түсіндірдім, тамақ қалай, қайдан келеді, қайдан кіреді, қайдан шығатын. Енді сізде егер өтте тас болатын болса, өтте застой болатын болса, өт қисаюы болатын болса, немесе тағы да бір өтпен себептер болатын болса, онда сізде мына процесс дұрыс жұмыс жасамайды. Сізде жаңағы мен бастапқыда айтқан сигналдар бар ғой, мысалы терінің әжім пайда болу, акне деп айтып жатамыз, қара дақтар, бөртпелер, біздің бауырымыздың, бет біздің бауырымыздың жұмысы ғой, бауырымыз қалай жұмыс жасап тұрғанын біз осы бет арқылы да көре аламыз негізі. Әжімдер, қара дақтар, мына жерде қоңыр дақтар, мына жердегі әжімдер, былайынан әжімдер, терінің құрғақтығы, аяқтың табанның жарылып кетуі, қолдың кесіліп кетуі, шаштардың әлсіздігі, өзіміздің әлсіздігіміз, оның барлығы көбінесе осы өт жолдарының дұрыс жұмыс жасамауынан, ханымдар.
Сол себепті егер бұл өте алдырып тастаған ханымдар да ер азаматтар да қатыса алады бұл курсқа, ешқандай қиындығы жоқ. Бұл жерде қазір мен сіздерге не болатынын толық айтатын боламын. Балалар кімдер қатыса алады? Балалар 6 жастан жоғары балалар. Өйткені 6 жасқа дейін ол балаға сіз не берсеңіз де ол қабылдамауы мүмкін, жемеуі мүмкін, ішпеуі мүмкін деген сияқты, иә. Ол балада барлығы жақсы. 6 жастан жоғары және де ата-анасы тамақ жасап беріп отырады. Міндетті түрде протокол болады. Емізетін жүкті әйелдер де қатыса алады. Өйткені ешқандай жаңағы бір мынандай препарат сіздің емізгенде балаға әсер ететін, немесе жүкті болғанда құрсағыңыздағы балаға әсер ететіндей еш нәрсе жоқ ол жерде. Өйткені қарапайым барлығы қолжетімді өнімдер болып саналады. Одан соң ересек ер адамдар және де әйел адамдар қатыса алады ханымдар бұл жерге. Түсінікті ма? Түсінікті, иә. Енді қазір сұрақтарыңызды бір жауап берейін. Курс қанша болады дейді. Ауыздан жағымсыз иіс неден болады дейді. Былайда ауыздан жағымсыз иіс екі түрі болады. Біреуі, егер сіз оразада егер сондай жағымсыз иістерді байқасаңыздар, ол ештеңе етпейді. Не үшін? Өйткені оразада біз тамақ жейміз, мысалы, тамақ жейміз. Одан соң біз кешке дейін тамақ жемейміз, иә? Жаңағы жеген тамағымыз қорытылады ғой. Қорытылған кезде толыққанда расщепление жүрген кезде иіс шығады. Иіс біздің аузымызға келеді. Ол қалыпты болып саналады. Ал когда біз күні бойы, мысалы, күнде тамақ жейтін болсақ, әрі 2 сағат сайын мысалы тамақ жейтін болсақ, ол кезде бізде ол иіс шықпау керек ондай жағдайда. Ол қалыпты жағдай. Не үшін? Өйткені біздің әр 2 сағат сайын жаңағы тамақ қорытылып болмаған кезде біз үстіне тамақ жіберетін болсақ, қайтадан біздің аузымыздан свежий иіс шығады, дұрыс па? Свежий. Жаңа тамақтың иістері да, енді қалыпты тамақтың ғана иісі шығады. Бірақ қорытылу процесі болып жатқан ферменттер, өт барлығы араласып жатқан иіс ол тек қана ораза кезде, ашығу кезде ғана шығады, ол қалыпты болып саналады. Ал жоқ, басқа кездерде де шығатын болса, онда сіздің асқазан ішегіңізде паразиттардың көбейіп кеткенін білдіреді. Бірден бір себебі. Ағзада шлактар, токсиндардың көбейіп кеткенін білдіреді. Қалыпты жағдайда дені сау адамда ол процестің барлығы өте жақсы жұмыс жасау керек. Ол кезде сізге еш нәрсе керек емес, қалай тамақтандыңыз, солай тамақтанасыз, ол сізге қалыпты болып саналады. Ал жоқ, егер осындай проблемалар болып жатқан болса, онда сізде паразиттардың көбейіп кеткені деген сөз. Біз не істейміз? Көп жағдайда қарапайым жаңағы тұз, сода аламыз, мысалы тұзды аламыз, иә. Сосын не бар? Қазір бір раствор бар аптекада, соны араластырып ауызды шайған кезде де бізде ауыздағы иіс кетеді. Немесе кокосовое масломен, иә, ауыздағы паразиттардан құтылу мақсатында біз солай қолдансақ болады. Ауызды шаю арқылы, немесе молочница болып жатады әйел азаматтарында, иә, сол жағымызды жуу арқылы оның барлығын солай кетіруге болады. Ол қиын нәрсе емес та, оны кетіруге болады. Бірақ сіз арғы ішіне кіретін болсаңыз, мына жақта паразит толып тұрады да, тек аузыңыздан иіс қана кетіп қалды, бірақ паразит қалып кетті. Ол дұрыс па? Ол дұрыс емес. Түсінікті ма? Оны толыққанда біз шығаруымыз керек. Сол үшін де осы курс шыққан болатын. Көптеген әйелдер маған жазатын. Өтім толған бола ма? Өтімде проблема бар, өтімде тас бар, өтімді алдырып тастағанмын, өт застой деп айтты, бауыр холецистит деп айтты, бола ма дейді. Әрине болады. Бұл курс не үшін? Бұл курс сіздерді қандай да бір не жасау деген нәрсе жоқ. Бұл жерде бір тюбажды барлығына міндетті деген нәрсе жоқ. Тюбажды кімге болатын болмайтыны мен сіздерге қазір айтайын, иә. Сіздер соны да көріп алыңыздар. Және де мына проблемалар болатын болса, сіздерде осындай проблема болатын болса, сіз бұл курсқа қатыса аласыз, өт тазалық курсына. Түсінікті ма, ханымдар? Сұрақтарыңыз болса жаза беріңіздер. Енді қараңыздар. Бұл курс қалай жүреді? Ұзақтығы 10 күн болады. 10 күн жеткілікті, өйткені бұл жерде сіздерге емдік меню беріледі. Бұл курс информационный деп айтсам болады. Бұл курс білім алу мақсатында, бұл курсты үйреніп алған адам өмір бақи ары қарай бұл нәрсені істеп кете алады. Бұл жерде сіздерге емдік меню беріледі. Емдік меню мысалы 10 күнге беріле ма, ары қарай сіз каждый 10 күн сайын соны қайталасаңыз болады. Мысалы да, ол нәрсе бір тамақты мысалы орындарын алмастырып отырып, сондай тағамдарды жасай берсеңіз болады. Оның ешқандай сізге проблема емес, неге 30 күнге емес деген сияқты нәрсе емес та ол. 10 күн ұстадыңыз ба, келесі 10 күн қайталанып сол емдік менюді ұстансаңыз болады.
келесі протокол беріледі. Яғни нешеде тұрасыз, нешеде жаттығу жасайсыз, нешеде су ішесіз, қай сағаттарда қандай су ішесіз, препараттар бар, мысалы қай уақытта не ішу керек, мысалы да, соның барлығы сізге беріліп отырады. Не үшін ол препараттар сізге беріледі? Өйткені өт жолдарын кеңейту мақсатында, өтте тас болса, сол тастарды ішіп майдалау мақсатында сізге беріледі, ханымдар. Түсінікті ма? Ал бірақ өт тасы 2 мм-ден жоғары болатын болса, онда міндетті түрде хирургия обращаться етіп, тасты өт қалташасын удалить етпей, жоймай алдырып тастауға болады, ханымдар. Іздеп көріңіздер. Даже бізде аппендиксті алдырып тастап жатады. Керек па, керек емес па деп сұрайды, керек емес десе алдырып тастай салады. Оның өзінің функциясы бар, қыздар. Ол жерде де токсиндардың, қалдықтардың жиналатын қалташасы ғой. Ол нәрсе болмаса да біздің ағзамызда қайтадан келеді, дисбаланс пайда болады. Сол себепті егер сізде нәрсе тұратын болса, өт қалташасын алдырайын ба, алдырмайын ба деген выбор тұратын болса, алдырмауға мүмкіндік болатын болса, лучше алдырмаңыздар. Оның да өз қызметі бар. Енді жаттығу, тюбаж, лаваж процедуралар ол жерде болады. Сіздерге қалай жасалу керек, қандай нелер керек, барлығы толық айтылады. Егер сіз емізетін болсаңыз, жүкті болатын болсаңыз, лаваж процедурасын жасауға болады. Егер бала жүкті болсаңыз, 3 айдан жоғары болатын болса, толыққанды сіздің ағзаңызға қалыптасқан болатын болса, ал егер жоқ қалыптаспаған болатын болса, онда астында детокс жасаймыз. Яғни өтте тасы бар ханымдар, 2 мм-дан жоғары ханымдар, сіздерге тюбаж процедурасын жасауға болмайды, сіздер детокс жасайсыздар. Яғни өт тазалық курсында ол да сіздерге берілетін болады. Түсінікті ма, ханымдар? Кешіріңіз, қалай білуге болады дейді. УЗИ арқылы білесіз. УЗИ брюшной полости сізде қалай, бар ма, жоқ па? Даже УЗИ жасаған кезде де сіздер сразу сұрап алсаңыздар болады. Показания на тюбаж бола ма, жоқ па? Соны айтып жүрсеңіз деп. Кей адамдарда өтте тас болатын болса, мысалы, болмайды деп жатады, Түсінікті, Қалай барымыз, оразамыз ғой, курсты қалай орындаймыз, алдағы уақытта қазір айтатын боламын. Өт толғанын қалай білеміз, симптомдардың барлығын айттым, ханымдар, тоже мына эфирді сақтап қойын, көріп шықсаңыздар болады. Енді бағасына келетін болсақ. Неке? Бағасы өт тазалау курсы, ханымдар, егер маған жеке қатысқан, маған жеке қадағалаған ыңғайлы дейтін болсаңыздар, 10 000 теңгеге қатыссаңыздар болады. Ал группамен 5 000 теңгеге қатысуға болады. Қашан басталады? 1-не басталады. 1 апрель күні басталады. Мына жерде Каспи номер тұр. Астында Каспи ред бар. Егер қажет болатын болса, осы Каспи номерге жазсаңыздар, маған WhatsApp-қа мен сіздерге счетный оплату жіберем. Енді бұл жерде мен 20 қыз ғана аламын, ханымдар. 20 қыз маған жеткілікті. Артық керек емес. Орын толады, солай төлем жасау тоқтатылады. Осы егер шынымен де мен ағзамда өт тазалау қажет дейтін болсаңыздар, онда қатыссаңыздар болады. Бұл төлемді, ханымдар, егер мен оразамын, мен дәл қазір менің ұстауға мүмкіндігім жоқ дейтін болсаңыздар, дәл қазір төлем жасап қойып, оразадан соң қатыссаңыздар болады. 1 май күні біз бастаймыз, 1 май, ровно 1 айдан соң біз бастаймыз. Сол курсқа қатыссаңыздар болады. Яғни дәл қазір осы бағамен төлем жасап қоясыздар, маған чекті жіберіп қоясыздар, одан соң мен оразадан соң ұстанамын деп жазсаңыздар жеткілікті. Түсінікті ма? Ал жоқ, мен бастай берем десеңіздер, именно тюбаж процедурасын ғана оразадан соң жасаймыз, қалған барлығын осы ораза уақытында да жасай беруге болады. Өзі таңертең ішетін препараттар бар, кешке ішетін препараттар бар, солай менюді дұрыстап, өзімізді жайлап қалыпқа келтіре бастаймыз, ханымдар. Қатысамын, арықтаймын, немесе менде артық салмақ бар десеңіздер де, дәл осы өт тазалау арқылы, сізде запордан құтылу арқылы, асқазан ішек жолын реттеу арқылы, метаболизмді жақсарту арқылы сіз салмақ тастай аласыз, және де салмақты қоса аласыз. Өйткені өт жолы дұрыс жұмыс жасаған кезде біздің ағзамызға қажетті дәрумендер де сіңеді, ағзамызға барады. Сол арқылы сіз салмақ қоса алмай жүрген проблема болатын болса, одан да сіз құтыла аласыз, ханымдар. Давайте, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Мен сіздерге жауап берейін. 20 адаммен дейді. 10 000 теңгемен қатысам дейді. Жақсы, жеке болатын болса, мінекей мына жерде номер жазылып тұр, ханымдар, төлем жасап жатқан ханымдар бар. Жанар ханым төлем жасады, чегіңіз келді, өте қуаныштымын. Тағы кім қатысады, қыздар? Өт тазалау курсына. Жеке 10 000 теңге, группамен 5 000 теңге. Жақсы дейді, сұрақтарыңызды көрейін. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Өтте тас жоқ дейді. Тіптен керемет. Өтте тас жоқ болатын болса, онда тюбаж процедурасын сізге жасауға болады, және де жеңіл өтеді. Ешқандай қиындық болмайды. Сіздер ойлауларыңыз мүмкін, өтте тас бар, ол кәдімгідей қатып қалған тас деп. Жоқ, ондай тас емес. Біздің өтіміз үшін жай ғана резина сияқты былай мыжсаңыз, ол мыжылады.
тура ана болады ғой, біз қолданамыз ғой күнделікті көкөністерді қолданған кезде домалақ болып тұрып тұрады ғой, вот резина сияқты, кәдімгідей қара өрік мысалы болады ғой, резина сияқты сондай болады. Жаңағы тастың көлемі де майда болады, ол әртүрлі көлемде болуы мүмкін, жасыл түсте болуы мүмкін, тастар. Сол себепті де мінекей мына жерде де түрлерін мен сізге көрсетіп қойдым. Әртүрлі болады. Осы тастардан құтылу мақсатында да біз препараттар беріледі, шамаңыз келгенше алып қолдана беруге болады. Препарат алмаймын десеңіз де қатысуға болады, өйткені бұл жерде емдік меню беріледі, протокол беріледі. Сол бойынша уақытылы ішіп, уақытылы тұрып, уақытылы жаттығуды жасап, біз өт жұмысын іске қосамыз. Жақсы жұмыс жасау үшін өт жолдарын кеңейтетін боламыз. Сол арқылы өт жақсы бөлініп, біздің жаңағы ас қорыту процесін жақсы іске қосады. Сұрақтар бар ма, ханымдар? Төлем Жансая ханым, құттықтаймын. Сізді де міндетті түрде қосатын боламын. Өт тазаланса салмақ түседі ме дейді. Әрине, түседі. Қашан бастаймын? WhatsApp-қа жазып жатсыздар, қыздар. Міндетті түрде жауап беретін боламын, бірақ дәл қазір осы жерде сұрақтарыңыз бар ма? Тек қана 20 қыз, артық қыз алмаймын. 2 қыз уже төлем жасап қойды. Дәл қазір келді төлемдері. Егер жеке қатысатын болсаңыз 10 000 теңге, группамен 5 000 теңгеге қатыса аласыз. Бұл жерде сізде қандай нәтиже болады? Сізде бетіңіздің тоны, бет қаралау болып келеді, дақтармен, тоны бірнеше есе ағарады. Осветление болады. Егер сіз протоколды ұстанатын болсаңыз, менюді ұстанатын боласыз, режиммен жүретін болсаңыз. Ол режим маңызды, ханымдар, режим маңызды. Өйткені біз өт жолын іске қосамыз. Өт жолында өттің дұрыс жұмыс жасауын. Менің тілім ойылып кетеді. Неден дейді? Аппақ болып тұрады дейді. Тілден налеттар пайда болады. Оның барлығы, қыздар, кей жағдайда дисбактериоз, яғни асқазан ішекте жаңағы дисбактериоз болып жатады. Көптеген біздің пайдалы жаңағы бактерияларымыз өліп жатады, мысалы, антибиотик ішкен кезде, көп жағдайда. Сол пробиотик ішсеңіз болады. Екіншісі, осы асқазанның жұмысы дұрыс емес. Тіліну, жаңа мен сіздерге айттым, паразиттардың көбейіп кетуінен болады. Тағы да, мысалы, кей жағдайларда болады ғой, мысалы, тәтті кәмпит жесе тіл ойып кетеді, ол оған қатысты емес. Қисайған деді. Өт қисайған болса, ханымдар қатысуға болады. Менің де аузым дейді, жағымсыз иіс болатын болса да қатысуға болады. Өйткені ол жерде сіздерге таңертең қандай май ішу керек, таңертең ауызды немен шаю керек, нешеде тұру керек, не істеу керек, қанша жүру қажет, қанша жаттығу жасау керек, қалай жасау керек, еңбектеп жасау керек па, отырып па, жатып па, мысалы да, бүкіл өт жолдарын іске қосатын жаттығуларды мен өзім көрсететін боламын сіздерге. Өзім көрсетем. Ол жерде еще лимфодренаж да болады, оны да өзім көрсететін боламын, ханымдар. Түсінікті, сұрақтарыңыз бар ма? Оған не істеу дейді. Өтте тас түсе ма осы курста дейді. Ханымдар, өтті, егер тасыңыз майда болатын болса, онда түседі, ал егер үлкен болатын болса, онда хирургиялық әдіспен алып тастау қажет болады. Ал өт жолдарына, ол сіздің дұрыс тамақтану арқылы сіз никак өзіңіздің өт тастарыңызға зияныңызды тигізбейсіз, олай ойламаңыздар. Мен де аузым ойылып кетеді дейді. Хандар, олың барлығын асқазанның жұмысының дұрыс жұмыс жасамауынан. Менің тілім. Сұрақтарыңыз бар ма? Мен қатысам дейді. Жақсы, хандар, олай болатын болса, мен эфирді аяқтайын. Сұрақтарыңыз жоқ болатын болса, егер қатысам десеңіздер, мінекей мына жерде жазып қойдым, төлем жасап, өз орныңызды алып қойсаңыз болады. Оразадан соң қатысам десеңіздер, дәл қазір осы арзан бағамен төлем жасап, чектарыңызды жіберіп қойсаңыздар болады. Өйткені оразадан соң бағасы қымбаттайды. Ол кезде жеке 25 000 теңге болады, группамен 10 000 теңге болады. Бұл акция, қыздар, өт тазалық курсында еш жерде сіздер бұндай бағада көрмейсіздер. 50 000, 90 000, 100 000. Менің өзімнің оқырмандарым қанша айтты да, Гүлбала ханым, бұндай баға мүлдем жоқ қой, неге сіз олай қойдыңыз дейді. Өйткені қазір ораза айында мен максимально қаншама адам, мысалы, ауызашарға келді, студенттер, которые ораза ұстаған студенттер, именно білім алып жүрген, білім жолында жүрген студенттерге ауызашар берген болатынбыз, бір апта болды ма? Бір апта. Бүгін өзіміз ауызашарға барғандықтан бүгін үйде ауызашар болмайды. Қаншама сіздердің берген садақаларыңыз, мысалы, мен сіздерге ораза менюін, кей адамдар менен ораза менюін ақшамен алды, кей адамдар, өйткені ол кезде мынандай акция болатын.
любой сумманы маған жіберсеңіз болады, мен сізге ораза менюін берем деген акция болатын. Ол суммаларыңыз бірақ сіздердің ауызашарға жұмсалады деген болатын. Дәл сол адамдарға Алла разы болсын, келді сіздердің ақшаларыңыз, мен сол ақшаны сіздердің де Алланың разылығы үшін сіздердің де сауап алсын деген ниетпен ауызашар жасаған болатынмын. Кеше бітті, Аллаға шүкір. Енді өзіміздің ары қарай құлшылығымызды жалғастыратын боламыз. Сіздер де міндетті түрде ешқандай қиналмай, тамақ жасауым керек, қандай не тамақ жасасам, ол тамақ жасасам ішім қатып қалмай ма, ол тамақ жасасам жақпай қалмай ма, қайтадан жүрегім айнып құсып кетпейін ба деген ойлар болуы мүмкін да. Ал именно осы өт тазалау процесінде мен сіздерге оразаның да менюін беретін боламын. Сол арқылы да сіздер салмақ та тастай аласыздар, салмақ қоса аласыздар, кімге қалай, оның барлығы мына біздің асқазан ішек жұмысымыздың реттелгеніне байланысты өзгеріп отырады. Қандай дәрі ішу дейді. Препараттарды ол жерде именно осы курс қатысушыларына беріледі, ханымдар. Оны алды берді ішуге болмайды. Міндетті түрде уақыты бар, көлемі бар, қанша күн ішу керек, мысалы, алдын кей препараттар 21 күн, кейбірі 3 ай болуы мүмкін. Оның барлығын өзіңіз, мысалы, осы курсқа қатысасыз. Анаргүл ханым келді, төлегіңіз өте қуаныштымын. Өзіңізге инвестиция жасап жатсыз. Иншалла, ем болсын деп айтқым келеді. Кім қатысса да ем болсын деп айтқым келеді. Бұл жерде, ханымдар, былай ғой, қазір сіз информационный курс болғандықтан сіз аласыз, толыққанды информацияның барлығы сізге беріледі, сіз көріп шығасыз, сұрақтарыңызды қоясыз, жауап аласыз. Тюбаж болатын болса, мысалы, тюбаж процедурасын жасаған күні, мысалы, азынан кешке дейін сіздер маған мысалы сұрақ қоя аласыздар, Бұл жерде қалай жүреді, барлығын мен сіздерге көрсетемін, ол қалыпты ма, қалыпты емес па, қорқады, көп адамдар қорқады. Бірақ сіздер егер дәрігермен бірге, менімен бірге жасайтын болсаңыздар, ешқандай қорқыныш жоқ. Мен айтып отырамын, осылай жасаңыз, былай жасаңыз, Бұл нәрсені қараңыздар, жай ғана сіз, мысалы, бір жерге барып, санаторияға баруыңыз мүмкін, немесе жай ғана тюбаж процедурасын бір какой-то клиникада жасауыңыз мүмкін, мысалы. Сіз не істейсіз, оның бағасы примерно 15 000 теңге, Барасыз, бір 15 000 теңгеңізді бересіз, бір процедура жасайсыз, и все, басқа сіздерге еш нәрсе бермейді, басқа еш нәрсе бермейді. Екінші рет жасағыңыз келсе, қайтадан сол ақшаны төлеуіңіз қажет, қайтадан соны жасайсыз, мысалы. Ал бұл жерде барлығын мен сіздерге үйрететін боламын. Қалай жасалу керек, жолдарын, жату керек, неше сағат жату керек, мысалы, оң қабырға жаққа, сол қабырға жаққа деген сияқты, Одан соң міндетті түрде ол жерде бұл курста сізге тек қана тюбаж процедурасы ғана жасалмайды да. Сізге меню беріледі, сізге протокол беріледі, қосымша препараттарны ішу уақыттары беріледі. Оның барлығын сіз комплексно жасайтын болсаңыз, бұл проблемадан сіз арыла аласыз. Бірақ бұл 10 күнде все барлығы кетті деген сөз емес. Бұл информационный курс. Бұл нәрсені сіз, мысалы, тюбажды айына 2 рет жасасаңыз болады, пока сізде жаңағы процестің барлығы жақсы жұмыс жасағанша. Жалпы бір жылда 8 рет жасауға болады дейді, бірақ 3-4 реттің өзі жеткілікті. Осы өзіміздің проблемамыздан құтылу мақсатында. Кей адамдарда, мысалы, өте тас болуы мүмкін, соны еріту мақсатында, кей адамдарда застой болуы мүмкін, соны қалыпқа келтіру мақсатында жасалынады, Әр адамда әртүрлі жасалынады. Бірақ бір рет тюбаж осы курста жасалынады. Менімен бірге жасаймыз. Сіз жасайсыз, сізде қандай өзгерістер болды, мысалы, каловый массаларыңызда тастар шығуы мүмкін. Тас дегенде ол қатты тастар шықпайды сіздерде. Жаңағы не сияқты болады ғой? Жұмсақ болады. Резина сияқты былай мышсаңыз мыжылып кетеді. Солар, бірақ ол біздің өтімізде, өт қалташасында ол кәдімгідей тас сияқты болып тұрады. Өйткені функциясы сондай өзінің. Соны өт тастар деп айтамыз. Түсінікті, ханымдар? Так, сұрақтар. Қандай? Все, Олай болатын болса, ханымдар, меню, ораза меню сіздерге беріледі, еш уайымдамаңыздар, ораза ұстайтын ханымдар. Оразадан соң қатысам десеңіздер де, дәл қазір осы жеңілдікпен бағаға жазылып қойсаңыздар болады, оразадан соң қатысаңыздар болады. Давайте мен эфирді аяқтайын, сұрақтарыңыз болса, жекеме жазсаңыздар болады. Сау, саламатта болыңыздар.